Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай бұрыштарды қыс мезгіліне қатырудың 5 әдісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бұрыштарымызды жуып, кептіріп аламыз және де осылай артық жерлерін кесіп, ішіндегі дәндерін тазартамыз. Бұрышымыздың кесілген артық кесінділерін тастамаймыз. Оны да сақтаудың жолын келесі әдісте көрсетемін. Мінекей біздің барлық бұрыштарымыз дайын болды. Енді стақан тәрізді көлеміне қарай бірінің ішіне бірін кигізіп, осылай видеодағыдай салафанға салатын боламыз. Бір салафанға 2 немесе 3 қатар салсаңыз да болады. Мінекей мен осылай бұрыштарымды 3 қатар етіп орналастырып, 2 қабат салафанмен орадым. Ең бастысы ішіндегі ауаларын толығымен шығарсаңыздар болғаны. Қыс мезгілінде голубцы жасағанға өте ыңғайлы әдіс. Ал бұл жаңағы бұрыштардың қалған кесінділері, оларды мен лақтырмай, осылай барлық жерін, артық жерлерін кесіп сақтайтын боламын. Бұл сақталған әдісті қыс мезгілінде қуырмаш тамақтарға, сорпаға қоссаңыздар өте ыңғайлы болады. Мінекей осылай барлығын майдалап турап шықтық және де осындай арнайы зип пакеттерге салып сақтайтын боламыз. Бұл әдісте де осы пакеттің ішінде ауасы қалып қалмауы тиіс. Үшінші әдісте мен осылай бұрышты дөңгелек етіп турап сақтаймын. Өйткені қыс мезгілінде пицца пісіргенде мұздатқыштан алып қолдана бересіздер. Ендігі әдіс ол бұрышымызды дәл ортасынан осылай бөліп, ішіндегі дәндерін ғана ажыратамыз. Бұл әдісті қыс мезгілінде жаңағы духовкада ішіне фарш салып пісіргенге өте ыңғайлы. Мінекей осылай бірінің ішіне кигізіп, салафанға салып, мұздатқышта сақтаймыз. Ендігі әдісте мен бұрыштарды осылай дәл видеодағыдай ірі етіп турап сақтаймын. Гүру лағма немесе қуырма лағманы дайындағанда қолдағанға өте ыңғайлы. Мен осылай бұрыштарды қатырып сақтап жүргеніме 5 жылдай болды. Ешқандай үсімейді де, тамаққа пайдаланғанда иісі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Тәбетті ашарлықтай болады. Осылай сақтауға барлықтарыңызға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.